Енді Нұрғисамен контент түсіріпсің, алдында бірге жасап атсың, сонда араларында бірдеңе жоқ па өзі? Келе сап жағасын алған не істеген несі? Ол жалғас? Айдай ханым Сенің талаптарың 22 кетіп тұр ғой. Айдай ханым келе салып жағамнан алып отыр ғой, осы менің құрметті не деп айтамын? Таңат мырза. Негізі контент түсірдік Айдай ханым. Нұрғисаның жаңағы несімен, ұсынысымен. Нұрғиса өзі ұсынды саған. Нұрғисаның ұсынысымен. Онда бір махаббат, онда ештеңе емес, тек жас айырмашылығы жөнінде бір прикол сияқты. Мен шыны керек, ол жағынан еш қысылмаймын. Прикол болсын, күлдірткі болсын, махаббат болсын, алдында исламмен түсірдік қой. Оның өзінде де біз редакция алқасынан сұрап түсірген болатынбыз. Еш қысылмаймын. Контент ретінде қабылдау керек. Айжан да өзі, мысалға, өзің не қалайтын білетін қыз. Өзің не қалайтын білетіңіз. Ол кішкентай қыз емес. Мысал қарап тұрсаң, мысалға екеумізді қосқанға біз қосылып қалмаймыз. Сендер айтып жатсыздар жаңа, кім еді, Нұрсұлтан мен Айжанның баласындар деп. Өздерің бізді қосып жатқан өздерің баласындар, шыны керек. Ойланып сөйлеу керек.